Армысыздар құрметті әріптестер. Бүгінгі кітапхана ол көп салалы ақпараттық орталық. Қызығы мен қиындығы бірге жүретін кітапханашы мамандығын таңдап, осы салада 25 жыл қызмет атқарып келемін. Кітапханасының дамуына белсене қатысып, ірі жобалар мен нақтыланған жоспарларды іске асыру мақсатында сүбелі үлесімді қосып келемін. Алматы облысы бойынша 281 қалалық, аудандық, ауылдық кітапханаларын дамытуда әдістемелік кеңестер мен ұсыныстар беріп, және түрлі бағдарламалар аясында жобаларын іске асуына, мәдени іс-шаралардың жоғары деңгейінде өтуіне ат салысып келемін. Мерейтой иелері ақын Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай Жамбыл аудандық кітапханасында Жамбыл ғасыр ақыны облыстық конференциясы, ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай Райымбек аудандық кітапханасында Мұқағали тану ісін жандандыру және кітапханаларды цифрлық электронды форматқа көшіру атты облыстық семинар кеңес, кітапхана басшылары мен заманауи кітапхана үрдістері атты жиын, ақпаратты қоғамдағы әдістемелік қызметінің мүмкіндіктері атты облыстық онлайн кітапханалық білім жетілдіру курсы. Заман талабына сай конференциялар, семинарлар, байқаулар ұйымдастыруда. Озық іс тәжірибемді ортаға салып, кәсіби біліктілігімді шыңдадым. Өздеріңізге белгілі, жас ұрпақтың бойында рухани, адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру қоғам алдындағы үлкен тапсырмалардың бірі де бірегейі. Осы салада кітапханашының да атқаратын рөлі зор. Сондықтан да оқырмандардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруда «Бір ел бір кітап» республикалық акциясы аясында үздік оқырман, кітап оқу көшбасшысы, үздік жас кітапханашы байқауларын ұйымдастырудағы мақсатым шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және сөйлеу мәдениетін дамыту болып табылса, облыс көлемінде қоғам қайраткері ақын Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына, Алаштың нары Ахмет еске алу кеші, әліппені аялаған Ахмет республикалық онлайн конференциясы, Мұхтар Әуезовтің 125 жылдық мерейтойына орай белгілі жазушы, мәдениеттанушы, ғалым Мұрат Мұхтарұлы Әуезовпен Заңғар жолдың жалғасы кездесу кеші ұйымдастырылды. Мерзімді басылым беттерінде қоғам қайраткері ақын Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына, халық қаһарманы, әнші Роза Бағланованың 100 жылдығына орай мақалаларым жарық көрді. Кітап білім бұлағы болса, сол білімнің көзін ашатын кітапханашы екені баршамызға мәлім. Осы салада еткен еңбектеріме көз жүгірте отырып, болашақта нық қадаммен сенімді түрде қызмет атқарамын.